Жаза менікі емес еді. Мен ешкімге тиіспедім. Бірақ түрмеде мені бәрі жау көрді. Неге екенін өзім де білмеймін. Бір сәтте әділетті болуға тырысып едім, сол үшін сотталдым. Мен Ержанмын, 27 жастамын. Қарапайым жігітпін. Ешкімнен қарыз алмаған, ешкімге қарыз да бермеген адаммын. Анаммен бірге тұрдым. Әкем ерте қайтыс болған. Жұмыстан соң үйге ерте келіп көрші баланың сабағына көмектесетімін. Әрқашан бір қағиданы ұстанып келдім. Кім әділетсіздік жасаса, соған қарсы шығу керек. Сол қағида бір түнде мені түрмеге алып келді. Ол кештің еш айырмашылығы жоқ еді. Жұмыстан кеш шығып, дүкенге кірдім. Шыққаным сол еді, көше бұрышында біреулер айғайласып жатыр. Бір жігіт жерде жатыр, екіншісі тепкілеп жатыр екен. Адамдар айналада тұр, бірақ ешкім араласпайды. Телефондарын шығарып түсіріп жатыр. Мен тоқтатуға тырыстым. Бір жігітті итеріп, жерде жатқанды тұрғыздым. Бірақ тым кеш болды. Ол жігіттің демі үзіліпті. Пышақ тиген екен. Келесі күні мені полиция алып кетті. Сұрақтар, қысым, беттестіру. Камерада мен тұрған сәт қана анық көрінген. Басқасы бұлдыр. Тек мен ғана анық көрініп тұрмын. Куәгерлер, иә, мынау араласқан деді. Пышақ менікі емес. Бірақ мен араласқанымды мойындадым, себебі мен расымен араластым. Құтқарғым келді. Бірақ дәл осы шындық мені құлатты. Сот ұзаққа созылмады. Қылмыс орында болған, қасақана болмауы дәлелденбеді. Күдікті әрекеттер, өтірік айтпағанымен толық ашық болмаған. Үкім шықты, 7 жыл. Алғашқы күні түрмеде ешкім сөйлеспеді. Тек қарады. Ұзақ, бір түрлі сені көреді, бірақ сен адам емессің. Әрбірі бейне бір мені бұрыннан танитын сияқты. Жағымсыз естеліктей қарайды. Сол кезде түсіндім, бұл жерде кім кінәлі деген сұрақ ешкімге қызық емес. Олар үшін сен жай ғана жаңадан келген күдікті. Күзетші мені камераға апарды. 3 адамдық бөлме. Бірі беті толған татуировка, бірі үндемейтін суық көзді. Үшіншісі мен болдым. Есікті жапқанда артымнан сыбыр естілді. Мынау қайтып келді ме? Не дегені белгісіз. Бірақ сол сәтте жүрегім бір түрлі сыздап кетті. Түн, көз ілмей жатырмын. Сыртта біреу күліп жатыр. Бір түрлі күлкі. Түрмеде күлкі деген қорқынышты. Ертең не болады? Білмеймін, бірақ бір нәрсені анық сеземін. Бұл жерде мені ешкім күтпеген. Бұл жерде мен үшін әділет жоқ. Бірақ бір сұрақ мазамды алды. Мен бұл жерге кездейсоқ келдім бе? Әлде біреудің орнына түстім бе? Сатқын кім? Мен бе? Камераласым тура көзіме қарап тұрып, сен сатқынсың деді. Бірақ мен оны өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Екінші таңым түрмеде атты. Көзің ашылса болды, сен енді адам емессің. Сен жүйенің бөлігісің. Бір қалыпты тыныштық, бірақ тыныштықтың астында бір үрей жасырынып жатыр. Камераластарым үнсіз. Біреуі күнде таңертең намаз оқиды, бірақ көзі қатаң. Екіншісі ұзын бойлы, иығы жаралы сияқты, бірақ оны ешқашан айтпайды. Тек мен сөйлеймін. Өзімді таныстыруға тырыстым. Мен Ержанмын, кездейсоқ жағдаймен түсіп қалдым. Сол сәтте ұзын бойлысы басын бұрып. Сен сатқынсың. Біз ондайларды танимыз. Салқын, анық дауыс. Бірде-бір эмоция жоқ. Мен не дерімді білмедім. Менімен шатастырып тұрған шығарсыз. Шатасу болмайды. Түрме бәрін есінде сақтайды. Сол сөз мені түнге дейін мазалады. Сатқын деген бұл жерде ең ауыр жаза. Бірақ мен оларға не істедім? Жоқ, мен ешкімге ештеңе істеген жоқпын. Кешкісін асханада отырғанымда артымнан біреу өтіп бара жатып сыбырлады. Сен бұрын осында болдың, иә. Қарасам күзетші. Бірақ бетіне қарасам, ол мені танымайды. Бірақ оның жанарында сенімділік бар. Ол менен нақты бірдеңе күтеді. Немесе біреудің бұйрығымен әрекет етіп тұр. Камераға қайтып келсем, мені тағы сол сұрақтар күтіп тұр. Тек бұл жолы үнсіз емес. Бір камераласым жақындап келіп. Сен Арманды саттың ба? Арман. Бұл есімді бұрын естідім бе? Есімде жоқ. Бірақ түрме қабырғасы ештеңені ұмытпайтын куәгер.
Менің өткенімде бір арман бар сияқты. Немесе бұл мен емес, біреумен ұқсастығым бар ма? Мен үндемеймін. Себебі әрбір сөз өзіңе қарсы дәлел. Осы түн мен үшін сынақ. Камера ішінде мені бақылап жатыр. Олардың сенімі мен күдігі араласқан. Бұл жерде әркім шындықтың емес, әсердің құрбаны. Ұйықтар алдында бір сөз естідім. Анық емес, бірақ анық жеткілікті. Егер бұл сол болса, онда ол мұнда тірі қалмайды. Сол сәтте жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Олар мені біреумен шатастырып отыр ма? Әлде менің өткенімде өзім білмейтін қара із бар ма? Сол түні алғаш рет қорықтым. Себебі мен түрмеге кездейсоқ түстім деп ойласам, енді бір нәрсені сезе бастадым. Біреу менің осында түскенімді қалады. Жай ғана қателік емес. Бұл әлдекімнің нақты, жоспарлы әрекеті. Бұл жерге мен кездейсоқ түспедім. Мен ештеңе жасаған жоқпын. Бірақ менің түбіме жету үшін біреу бұл түрмеге әдейі түсірді. Енді мен соны табуға бел будым. Таң түрме тағы да үнсіз оянды. Бірақ бұл үнсіздік, бейбіт емес, ауыр үнсіздік. Біреу келесі әрекетті күтуде. Ал мен ішімнен сұрақтарға тұншығып отырмын. Неге мені сатқын деп ойлайды? Неге арман деген біреу менімен байланыстырылып жүр? Мен ол есімді ешқашан естіген емеспін. Бірақ барлығы мені танитындай. Бұл жерде менің орным кездейсоқ емес сияқты. Күзетші Ерланмен сөйлесіп көрмек болдым. Ол сәл жұмсағырақ көрінетін. Тамақ таратқанда жай ғана сұрақ тастадым. Арман деген кім еді? Ол бір сәтке кідіріп көзіме тіке қарады. Сен оны білмеуің керек қой. Мен білмеймін де. Бірақ бәрі соны айтып жүр. Арман. Осыдан 2 жыл бұрын осы камерада болған. Біреуге сеніп, сол сенімнің құрбаны болды. Сол сәтте менің денем тоңып кеткендей болды. Сенім деген сөз бұл жерде аса қауіпті ұғым екен. Кімге сенсең, соның қолындасың. Арман да біреуге сенді, бірақ ол кім? Сол күні кешке мен асханадағы бір кәрі тұтқынға жақындадым. Шахмат ойнап отырған. Аға, бір сұрақ қойсам бола ма? Сен сұрақ қоймай-ақ қой. Сенің сұрағың бәріміздің басымыздан өткен. Арман жайлы білгім келеді. Ол әділ бала еді. Бірақ бір құпияны біліп қойды. Жоғалып кетті. Кейінірек сатқын деген сөз ілінді. Бірақ біз білеміз, ол емес. Мен түсіне бастадым. Біреу түрме ішінде өз ісін жасыру үшін Арманды құрбан еткен. Енді мені соған ұқсатып отыр. Мүмкін мен сыртқы келбетіммен немесе мінезіммен оны еске салған шығармын. Бірақ ең бастысы, мен біреудің жүйесіне кедергі келтіріп отырмын. Сол түні біреу камераның есігінен хат сырғытып жіберді. Жай ғана қағаз. Егер аман қалғың келсе, Арсеннің жолын кеспе. Арсен. Тағы бір жұмбақ есім. Бірақ бұл жолы сездім, бұл жай ескерту емес. Бұл нақты қауіп. Арсен осы түрменің ішінде бір нәрсені бақылап отырған адам. Мен оның жоспарындағы артық фигурамын. Бәрі енді анық. Бұл жерге мен кездейсоқ келген жоқпын. Біреу менің осы камерада болғанымды қалады. Біреу менің басыма сатқын деген таңбаның ілінгенін қалады. Енді мен қарап тұрмаймын. Мен ол адамды табам. Әр құпияның түбі бар. Оны жеңудің бір ғана жолы бар, өзім секілділерді табу. Арсенмен бетпе-бет келу, бұл өз өлім жазасына қол қоюмен тең. Бірақ мен ол ойынға кірдім. Менің басқа таңдауым жоқ еді. Арсен жайлы сыбыр бәрі біледі, бірақ ешкім айтпайды. Ол бұл түрменің ішінде құпия билік секілді. Кейбір күзетшілер де соның ықпалында. Түрменің өз заңы болса, Арсеннің өз ережесі бар. Маған берілген хаттан кейін бәрі өзгерді. Мен түсіндім, мені бұл жерге түсірген сол. Арсен мені Арманның орнына келді. Неге? Себебі мен де біреуге көмектеспек болдым. Мен де әділетке араластым. Сол күннен бастап мен оны сырттай бақылауға кірістім. Асханада ол жалғыз отырмайды, әрдайым 2 адам жанында. Тіпті күзетшілер де онымен сәлемдеседі. Сөз арасында Арсен айтты, Арсен рұқсат берді деген тіркестер жүреді. Ол бұл түрменің көлеңкедегі қожайыны. Бірақ мен оған тура жолмен жақындай алмаймын. Ол мені жек көреді.
Ол мені арманның елесі деп көреді. Демек, оны айналып өту керек. Ойынға оның ережесімен емес, менің ережеммен кіру керек. Жол біреу өзім секілділерді табу. Кешке бір жігітпен сөйлестім. Сақал қойған, көзінде шаршаған, бірақ таза адамдық бар. Аты Тілек, 2 жыл отыр. Жазықсыз отырғанын айтады. Сол сәтте мен оған бар шындықты айттым. Мені мұнда біреу әдейі түсірді. Арсен, ол мені біреумен шатастырып отыр. Тілек сәл үнсіз тұрып, басын изеді. Арсен көп адамды құлату үшін пайдаланған. Бірақ алғаш рет біреуді әдейі әкелгенін естіп тұрмын. Ендеше мен бірінші болайын. Бірақ жалғыз емес. Сол түн біз одақ құрған алғашқы түн болды. Әлі тым әлсіз, бірақ үміт бар. Ертеңінде таңғы тексеру кезінде мені Арсеннің адамдары шақырды. Сені Арсен көруге шақырып жатыр. Сол сәтте жүрегім соқпай қалғандай болды. Бірақ мен бас тартпадым. Жарайды, кеттік. Біз ұзын, тар дәлізбен жүрдік. Түрменің ескі бөлімі. Жарығы әлсіз. Ауа ауыр. Кішігірім бөлмеде темекі түтіні арасында отырған Арсен мені баяу көзбен шолып шықты. Үндемейді, бірақ оның жанарында бір-ақ сөз оқылады. Сенің өмірің менің қолымда. Бірақ мен де үндемедім. Себебі мен енді қорықпаймын. Себебі мен жалғыз емеспін. Сол сәтте түсіндім, бұл ойын басталды. Екеуміз де қарсы беттегі ойыншылармыз. Бірақ мен эмоциямен емес, ақылмен ойнаймын. Келесі жүріс менікі. Мені жек көргендер енді менің үнсіз қорғаушыларым. Мен оған ештеңе істемедім. Бірақ ол менің өмірімді тартып алғысы келді. Арсен мені қиратады деп ойлады. Бірақ мен оның ойынын өзіне қарсы бұрдым. Арсеннің алдында отырғанда мен қорықпадым. Қорқыныш артымда қалған. Себебі мен шындықты білдім, енді тек ойнау қалды. Сен арманды танымайсың, иә, деді ол жай ғана. Жоқ. Бірақ ол сияқтысың. Көзқарасың, әділет іздейтін мінезің ол да сенген. Сеніп қателесті. Сол сәтте мен түсіндім, Арсеннің ең үлкен қорқынышы шындықты білетіндер. Ол шындықты ұнатпайды. Ол өз билігін шайқалта алатын кез келген адамды құрбан етуге дайын. Бірақ мен шабуылдамадым. Мен қорғандым сөзбен. Сен менен қорқып тұрсың. Себебі менің артымда ешкім жоқ, бірақ менің ішімде шындық бар. Арсен жымиып, басын шайқады. Бірақ оның көзі алғаш рет әлсіз көрінді. Ең қауіпті адам, ештеңесін жоғалтпайтын адам, иә, деді ол ақырын. Сол кездесу бәрін өзгертті. Арсен мені өлтірмеді. Себебі мен енді оған тікелей қауіп емеспін, мен қоғамдық пікірге айналдым. Түрмеде де ондай нәрсе бар. Адамдар мені бақылап жүр. Мен жай ғана тұтқын емеспін, оқиғаға айналдым. Бір аптадан соң мен кітапхана жұмысын алдым. Ақпарат пен әңгімелер айналымында болу бұл түрмеде үлкен күш. Менің сөзіме құлақ аса бастады. Тілек арқылы басқалармен де таныстым. Түрме ішіндегі жүйеге қарсы сөйлейтін адамдар бар екен. Бірақ бәрі үнсіз. Бір күні мен арман туралы толық дерек таптым. Ол түрме ішіндегі есірткі саудасын әшкерелемек болған. Сол кезде жоғалды. Ізін жасыру үшін бір сатқын керек болды. Сол бейнежазбаны өзгерткен Арсеннің адамдары екен. Менің жағдайым арманның сценарийі. Бірақ мен үндемедім. Мен дәлел жинадым. Ақырында мен барлық шындықты жинап, оны Арсеннің өз адамдарының біріне жеткіздім. Бірақ тікелей емес, аноним түрде. Түрмеде сенімді адам табу, шахмат секілді. Дұрыс жүрісті күтесің. Бір аптадан соң Арсенге тергеу басталды. Оған сырттан емес, іштен соққы тиді. Оның адамдары енді оны қорғамайтын болды. Әркім өзін құтқаруға тырысты. Бір айдан соң менің жағдайым қайта қаралды. Істегі бейнежазба манипуляцияланғаны анықталды. Куәгер қайтадан жауап берді. Адвокатым қайта іске кірісті. Бірақ түрмеден бірден шықпадым. Бірақ енді мені ешкім тиісе алмайтын адамға айналдырды. Мені алғашында жау көргендер енді менімен амандасады. Камераласым таңғы шайын менімен бөліседі. Тіпті күзетшілер де басқа көзбен қарайды. Себебі мен қорықпадым.
Себебі мен әділет үшін үндемей күрестім. Себебі мен түрменің ішінде де адам болып қалдым.